Гвардейс гарнизонының 21-де 450 әскери бөлімінде Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 23-ші спартакиадасы өз жалғасын тапты. Сайыс аясында қатысушылар атыс дайындығы деңгейін, мергендіктері мен кәсіби шеберліктерін көрсеткен. Армия орталық спорт клубы ұйымдастырған бұл сайыс Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, Қазақстанның тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің 80 жылдығына орай өткізілгенін айта кеткен жөн. Жалпы чемпионатқа қарулы күштердің түрлері, тектерінен және әскери бөлімдерден жасақталған 14 команданың сапында 100-ден аса әскери қызметші қатысыпты. Игі дәстүрге айналған мұндай жарыстар әскери қызметшілердің жауынгерлік даярлығын жетілдіруге, мергендік шеберлігін арттыруға және команданың іс-әрекетін нығайтуға ықпал етеді дейді ұйымдастырушы тарап. Чемпионаттың қорытындысы бойынша бірінші орынға ие болған әуе қорғаныс күштерінің тікелей бағыныстағы әскери бөлімдері, екінші орынға ие болған 32-039 әскери бөлімі және үшінші орынға ие болған десанттық шабуылдау әскерлері. Қоса кетейік, чемпионаттың нәтижесі бойынша ендігіде халықаралық әскери жарыстарда ел намысын қорғайтын қарулы күштердің құрама командасы жасақталатын болады. Десанттық шабуылдау әскерлерінің намысын қайта қорғап, қарулы күштердің чемпионы атану мен үшін үлкен мәртебе. Бүгін 4-ші рет жеңіске жеттім. Осындай жарыстар шеберлігімізді ұдайы жетілдіруге және армияның үздік мергендерімен тәжірибе алмасуға зор мүмкіндік береді.